Баласын қоқыс жәшігіне тастап өкініп қайта іздеген ана. Түн қараңғы еді. Қаланы күздің суық желі кезіп тұрған. Көшеде адам аз. Көліктердің шамдары ғана анда-санда жарқ етіп өте шығады. 22 жастағы Айнұр қолындағы жаңа туған сәбиін құшағына қысып үнсіз келе жатты. Көзінен жас тоқтар емес. Ол бұл күнге өз еркімен келген жоқ. Ата-анасы ерте қайтыс болған, туыстарының үйінде өсті. Жігіті үйленуге уәде бергенімен жүкті екенін естіген күні-ақ жоғалып кеткен еді. Бұл бала менікі емес деген жалғыз ауыз сөзді Айнұрдың өмірін төңкеріп кетті. Жұмысынан айырылды, тұратын жері болмады, біреудің жер төлесіне күн көрді. Сәби дүниеге келгенде оны құшағына алып ұзақ жылады. «Кешір мені, мен саған жақсы ана бола алмаймын» деп сыбырлады. Сол түні санасы тұманданып кеткендей болды. Қаланың шетіндегі қоқыс жәшіктерінің жанына келді. Дірілдеген қолмен баланы көрпесімен орап үлкен контейнердің ішіне жайлап түсірді. Бала әлсіз ғана жылап жатты. Айнұр артына қарамай жүгіріп кетті. Бірнеше көше өткен соң аяғы тоқтап қалды. Кенет баласының жылаған үні құлағынан кетпей қойды. «Мен не істедім?» Жүрегі тарсылдап соқты. Ол айқайлап жылап бастады. Жоқ, балам. Бар күшімен қайта жүгірді. Қоқыс жәшігіне жеткенде демі үзіліп қала жаздады. Контейнердің ішіне қарады. Бала жоқ, көрпесі де жоқ. Айнұрдың тізесі қалтырап кетті. Балам қайдасың? Ол барлық қоқыс жәшіктерін ақтара бастады. Қолдары қан болды. Қоқыстың ішін түгел аударды, бірақ ештеңе таппады. Сол кезде алыстан қоқыс таситын үлкен көліктің дауысы естілді. Айнұрдың жүрегі тоқтап қала жаздады. Жоқ, үлгердім бе деп. Ол көліктің соңынан жүгірді. «Тоқтаңыздар, өтінемін, балам бар». Жүргізуші тоқтады. «Не болды?» Айнұр жылап бәрін айтып берді. Жүргізуші үнсіз қалды. «Жоқ, біз бұл контейнерге әлі келген жоқпыз». Айнұр бір сәтке үміттеніп қалды. «Онда баланы кім алып кеткен?» Полиция келді. Камераларды тексерді. Бейнежазбада егде жастағы бір ер адамның контейнерге жақындап ішінен бір нәрсені алып кеткені көрінді. Оның қолында ақ көрпеге оралған сәби бар еді, бірақ жүзі анық көрінбеді. Полиция бірнеше күн іздеді. Еш нәтиже жоқ. Айнұр күн сайын сол жерге келіп отырды. Мүмкін біреу әкеліп қалар. Айлар өтті, жыл өтті. Ол әр балалар үйіне барып сұрады. Әр ауруханаға кірді. Газетке хабарландыру берді. Әлеуметтік желіге жазды. Бірақ еш хабар болмады. 5 жылдан кейін Айнұр балалар үйіне ерікті болып жұмыс істей бастады. Тастанды балаларды көрген сайын өз ұлын есіне алатын. Бір күні балалар мерекесіне барғанда шамамен 5 жастағы бір ұл жүгіріп келіп оның қолынан ұстап алады. «Апай!» Айнұрдың жүрегі шым ете қалды. Балаға қарап ұзақ тұрды. Көздері дәл өзінікіндей. Маңдайдағы кішкентай мен де таныс көрінді. Бірақ бұл жай ғана кездейсоқтық па, әлде тағдырдың тағы бір сынағы ма, оны ешкім білмеді. Айнұр баланы құшағына қыса алмады. Өйткені оның кім екенін дәлелдейтін ешбір айғақ жоқ еді. Сол күні үйіне қайтып бара жатып, ол көкке қарап сыбырлады. «Егер сен аман болсаң, қай жерде жүрсең де бақытты бол, балам. Мен өмір бойы сол бір қателігім үшін кешірім сұрап өтемін. Өмір кейде бір ғана қателік үшін ғана адамды жылдар бойы ар-ұждан азабымен өмір сүруге мәжбүр етеді. Ал кейбір өкініштерді уақыт та көз жасы да қайтара алмайды».